Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-класста моншақталған декор жастық. Беткі бөлімнің өлшемі 68-те 68 болатын тіктөртбұрыш. Біз шетінен 1,5 см тігіске қалдырғанда 65-те 65 тіктөртбұрыш қалу қажет. Сызба бойынша шетінен 1,5 см тігіске қалдырасыздар. Кейінгі өлшем бірлік 3 см, 11, 14, 17, 20, яғни үлкен өлшем бірліктердің арасы 8, ал кіші өлшем бірліктердің арасы 3 см-ден қалдырып сызып аласыздар. Яғни төрт бұрышында бірдей етіп осы өлшеммен алып сызып алыңыздар. Видеода көрсетілгендей қиылысқан жерлерді осылай белгілеп шығыңыздар. Жалпы бізде 9 өрнектің схемасы шығуы қажет. Ал енді барлығын сызып болған соң біз тігінге кірісеміз. Бірінші өрнегімізден бастайтын болсақ, видеода көрсетілгендей төрт бұрышынан іліп аласыздар. Мен сіздерге көріну үшін сары жіппен алдым, ал сіздер түстес жіппен алыңыздар. Әрі қарай белгілеген әрбір тіктөртбұрышымыздың шетінен осылай іліп алып тігіп шығасыздар. Тігілген өрнектеріміздің жібі шығып кетпес үшін оны жақсылап түйіндеңіздер. Және қырып тастап отырыңыздар әр өрнекті тіккенде бөлек-бөлек. Міне біз бірінші өрнекті тігіп бітірдік. Видеода көрсетілгендей дәл осылай сіздерде де шығуы қажет. Енді осы тігісті қалған 8 өрнекке де қайталайсыздар. Міне біз 9 өрнегіміздің ішін тігіп шықтық. Келесі кезекте айналасын тігіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей қыртыстар ішіне кіріп кетуі мүмкін. Сіздер инемен немесе қолмен осылай шығарып алып, икемдеп екеуін бірдей етіп біріктіріп тігіңіздер.
Негізгі өрнектерімізді тігіп біттік. Енді шетінің өрнектері дұрыс шығу үшін біз тек қана көктеп тігіп шығамыз. Өрнектеріміздің барлығын бітіргеннен соң оң бетіне қаратып, моншақтарымызды тігуге кірісеміз. Барлық өрнектерін тігіп болған соң, жастықтың беткі бөлігінің өлшемі 45-45 см болады. Жастықтың астыңғы бөлігін 45-45 см етіп қырқып алып, ортасына бөліп, ортасына сырма тігіп жібересіздер. Сырма тіккенде сырмамен матаның оң жақ бетін беттестіріп тігесіздер. Негізгі тігісті тігіп болғаннан соң келесі бетінен 0,2-0,3 мм қалдырып тағы бір рет жүргізіп жіберсеңіздер болады. Сонда біздің сырмамыз оңай ашылып жабылатын болады. Осымен біздің моншақты жастығымыз дайын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Видеом пайдалы әрі сізге ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта түрлі мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Дана. Келесі видеоларда кездескенше.